Мен аға лейтенант Қанат Жайсан Дәрменұлы 12 жетісу әскери бөлімі зениттік дивизион командирінің тәрбие және идеологиялық жұмыстар жөніндегі орынбасарымын. 21-450 әскери бөлім базасында тәрбие құрылымдарының офицерінің жиыны өткізілді. Бұл жиында барлық тәрбиеші офицерлерге теориялық және практикалық сабақтар үйретілді. Сонымен қоса тәрбиеші офицерлердің методикалық дайындығына аса мән берілді. Бұл жиынның басты мақсаты Қазақстан Республикасы қарулы күштерінде барлық болып жатқан тәртіп бұзушылықтарды болдырмау және алдын алу болып табылады. Бұндай жиындардың жиі өткізілуі болашақта жоғарғы әскери оқу орнын тәмамдаған жас тәрбиеші офицерлердің нағыз профессионал болып тағайындалуына үлкен септігін тигізеді.